Hey, hello everyone. Ағылшын тілін үйрену екінші сабағымыз. Бұл таныстыру, яғни біз өз-өзімізді қалай таныстырамыз. My name is, бұл менің атым. My surname is, I am or I'm, яғни I am-нің қысқартылғаны I'm. My surname деп отырғанымыз бұл фамилия. Осылай айтуға болады. I am деп атымызды айта салсақ та болады, немесе қысқартып I'm Bob, I'm Lisa деп тұр мысалға, иә. First name is бұл атымыз. Second name is бұл яғни фамилиямыз. Солай айтуға да болады. First name, second name деген сияқты. Енді қай жақтан екеніміз айтатын болсақ, I am from Kazakhstan. I am Kazakh. Я, мен Қазақстаннанмын. I am from. Мен қазақпын. I am Kazakh. My hometown or birthplace is. My hometown деп айтуға болады. Менің туған жерім. Немесе birthplace. My birthplace is деп айтуға болады. Мысалға, Алматы. Қызылорда is my motherland. Немесе бірінші қаланың атын қойып, сосын барып my motherland деп айтсақ болады. Бірақ көбінесе motherland деп біз Қазақстан. Отаным деп айтамыз, яғни туған жер, отан деп айтсақ болады екен. Енді жасымызды айтқанда, I'm 6 years old. Яғни жасымыздан кейін years old деп қоссақ болады. Немесе I'm 6 деп қалдырсақ та болады. I'm a young girl. Мен жас қызбын. Мысалы 6 жасарлар, иә? Young деп айтса болады, яғни мен жаспын. Кішкентаймын немесе little деп айтуға болады. I'm 16. Мен 16-тамын. I'm a teenager. Мен жасөспіріммін. I'm 40. Мысалға мен 40-тамын. I'm woman or man. Мен әйелмін немесе ер адаммын. Соның ішінде үйленгенмін деп айтсақ та болады. Үйленген әйел адам болса да. I'm 60. I'm elder person, немесе I'm elder деп те айтса болады. Мен 60-тамын, яғни мен үлкен адаммын, яғни немесе кәрімін, кәрі адаммын, қартпын деген сияқты, ол кезде elder. Енді кім екенімізді айтатын болсақ, немесе мектепте оқимын деп, I study at school. I'm a pupil. Мен мектепте оқимын, мен оқушымын. Және school осы жерге қосып жіберсек болады, қандай мектеп екен. Number деп нөмірін айтсақ болады. Және named after деп кімнің атындағы екендігін атын айтса болады. I study at university, institute, college деп айтса болады, иә. Университетте оқимын, I'm student. Мен студентпін. Тек қана студентпін деп айтсақ болады. I'm a worker. Мен жұмысшымын, мен жұмыс істеймін. Кім болып? As a teacher, as a pilot. Кім екенін айтамыз, иә? Кім болып жұмыс істейміз? Мұғалім, доктор, дәрігер деген сияқты. I'm a worker. Worker деп барлық айталады. Мен жұмысшымын жалпы. I'm a pensioner. Егер пенсионер болса, ол кезде пенсионер деп айтаға болады. Енді мен үйленгенмін, тұрмыстамын деп айту үшін I'm married. Мен жалғызбастымын, I'm single. Егер мен ажырасқан болсам, I'm divorced. Егер күйеуі қайтыс болған, немесе әйелі қайтыс болған болса, мына жерде көріп тұрмыз widowed. Жесір, widowed. Осындай 4 түрлі статус бар. Енді барлығын қосып айтатын болсақ, сонда мысалға, my name is Bob, my surname is Smith, for example. I'm from Russia. I'm 16. I study at school. Осының бәрін қоссақ, сонда біз өзіміз туралы айтып жатырмыз.
Сұрақтарың болса, комментарийға жазуға болады, сұрақ қоюға, және де осы сабақтарды қалдырмай қарап жүріңдер, себебі әлі де көптеген сабақтар шығады, және соңына дейін ағылшын тілін еркін сөйлеуге көмектесетін боламын. Okay, goodbye, good luck to you. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында жалпы біз сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық, ТЖБ, БЖБ, яғни 5-9 сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген, және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар, жалпы шақ, 12 шақты оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарым үзбей қарап жүруге шақырамын.